Бұл олар үшін күнделікті ас болатын. Әр үйде сауынды мал болды, тағам табиғи еді. Ата-әжелеріміз микрофлора, пайдалы бактерия деген атауларды білмесе де, ағарғанның асқа жеңіл, денеге жайлы, көңілге тыныштық беретінін өмірлік тәжірибемен білген. Ағарған тағамдардың барлығы ашытылған тағамдар. Ал ашыту дегеніміз пайдалы бактериялардың тірі жұмысы. Айран, қатық, ашытпа көже, сүзбе сияқты тағамдардың құрамында ішекке қажеттірі микроағзалар болады. Бүгін ғылым оларды пробиотиктер, пайдалы микрофлора деп атап жүр. Ал бұрын ауылда бұл атаулар сызақ, оның әсері күнделікті өмірде сезілген. Сондықтан да үлкен кісілер ауыр, асқазанға салмақ түсіретін тағамды көп жемеген. Оның орнына ағарғанды таңдаған. Себебі ол асқа жеңіл, ішекке жайлы, ағзаны тыныштандырады. Қарапайым тілмен айтқанда, олар ішектегі пайдалы бактерияны күнде өз қолымен қоректендіріп отырған.